Қайырлы күн, қазақ елі. Мына қазақ киносының қара шаңырағы, қазақ киносының атасы Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясының басында болып жатқан дауға үнсіз қалуға мүмкін болмай тұр. Өйткені кино документалист ретінде, Қазақстан кинематографистер одағының мүшесі ретінде және Шәкен ағалардан кейінгі толқындардың барлығымен дерлік араласқан адам ретінде мына нәрсені айтқым келеді. Әрине, Исламбек Тәуекеловтың кезінде мен Қазақфильмді көрдім. Исламбек Тәуекелов ағамыз қанша жыл басқарды. Одан кейін Аманшаевтың кезінде, Сергей Азимовтың кезінде тағым дердің, Құдай-ау, әйтеуір біреуі кетіп, біреуі келіп, бір сондай болып кетті ғой. Сол кездерде осы Қазақфильмде бір дерек кино түсіріп жүрген кезім болса керек. Сол жаңағы кімдердің Сергейдің кетіп қалған кезі болу керек. Содан кейін келген адамның тұсында анау қазақ редакциясына барам ғой, Болат Жетекбай бар, Болат Мүрсәлім бар о кезде. Енді Қасым Аманжол бар. Сол бәріміз сол бір қазақ редакциясының шаңырағында бөлмесінде әйтеуір жиналып алып шай ішіп, ой, қазақтың өткен кеткен әңгімелерін бұрқыратамыз ғой енді. Сондай күндердің бірінде осы Қазақфильмнің басында дау жатты. Ойбай, мына Қазақфильмді көшірейін деп жатыр. Анау мына қанша гектар ең Алматының ең мықты жерінде төрінде тұр ғой енді. Осыны дейді, сендерге какая разница депті. Ана Талғарда бір автобазы бар, соның баяғы автобусный парк болған жаңағы ғимараты бар ғой. Соны не жасап береміз жаңағы, слап сипап. Соған сол жерде, о жерде де тау, о жерде де сол жаңағы какая разница вам? Мына жерде кино түсіресіңдер, или ана жаққа барып түсіресіңдер деп соны ауыстыратын болған ғой. Сол дау дүмпу болып отқан алдыңғы директордың кезінен болды. Содан әйтеуір әрқайсымыз нәрсені айтамыз. Сонда бухгалтерияда бір келіншек құлағыма келіп сыбырлады, бері келіп кетіңізші деп. Бардым, сейфтен алып бір документті көрсетті. Бүкіл Қазақфильмнің бар жері, байлығы, басқасы, студиясы бәрінің егесі акционерлік қоғам құрылған, по-моему, жабық. Сөйтіп жаңағының барлығы бір семьяның отбасының, екі ұл бір қыз ба әйтеуір, или екі қыз бір ұл ма әйтеуір, 66 жылғы біреу көрсетті. Солардың артында тұр екен. Енді әрине олардың артында енді ана семья тұр ғой, болса да үлкен семья. Көрдіңіз бе? Сонда біздің мың жерден дауласып, анау киноның жаңағы шалдары, қариялары, Асанәлі бастаған, солардың бәрі шығып, сөйтіп тоқтатып жатты ғой әйтеуір. Аналар жұмысқа тірліктерін бәрін істеп қойған, құжатпен бәрін бекітіп қойған. Бірақ ашықтан ашық енді жаңағы неге көшіріп жіберуге, Талғарға, автобазға. Соны бір нәрсе әйтеуір не болған ғой. Бір жағы енді ол кезде Назарбаевтың кезі, соған бола Назарбаевқа қарсы үлкен ағыс басталып кете ма деп қорққан болу керек. Соны мен айтайын дегенім, сол билік, сол қожайын, сол нелер әлі солардың атында тұрған шығар, ол өзгерді деп естіген жоқпын. Бірақ мен айтқан жаңағы директорлердің, директор болған, соның несі болған адамдардың ешқайсысы Қалила, сен мынаны біліп жүр деп маған ондай информацияны берген жоқ, мен де сұраған жоқпын. Өйткені білесіңдер ме, кейбір сұрақтарды сұрау үшін оның жауабын бере ала ма, бере алмай ма? Бере алмай алдыңда сыйлап жүрген ағаларың бола ма? Олар не жасайды ғой, қандай тұйыққа тіреліп қалуы мүмкін. Сондықтан шынымен айтсам, мен сұраған емеспін бұл уақытқа дейін. Бірақ мана тірліктерін көріп атып, кеше Қазақфильмнің ардагерлері бар, басқасы бар, анау әлемді мойындатып келіп отқан Әбіл кино группасы бар, Ерлан Төлеутай бастаған. Ескендір Елзат менің Бауыржан туралы киномның авторы болған, сценарий болған.
Бірақ сол кезде Бауыржановқа байланысты дау басталған кезде мен айттым, айналайын, сен әлі жассың, сенің жолың ашық болу керек. Сен үндемей шетте тұра бер. Өзім қарсы аламын бәрін деп. Сол Елзат айналайын міне қандай киносымен барып келді Европаға. Енді соларды жетімді қысып, жетімнің несі сияқты ана есіктің аузында сүмеңдетіп қоюы, осыны көрген кезде шынымен жыным келді. Сондықтан бұл жерде ішкі ана деректердің құпияларын әлі бізге ешқайсысы ашпағаннан кейін мына нәрсені ғана айтуға болады. Мәселе қазақ фильмінің жеріне көзін тіккен олигархат или семья, Назарбаевтар семьясын айтып отырмыз. Бұлар оңайлықпен қайтпайды бұндай майлы сүйектен. Оларды бірінші. Екінші, ана жердің жан-жағының бәрі уже қаланың ішінің бәрі бітті ғой уже. Енді ана жерде көздеріне кәдімгідей сүйел болып тұр ғой. Шәкен Аймановтың Қонаевқа кіріп, рұқсат алып, сол қанша гектар жерді қоршап, соған қазақтың киносының шаңырағы болсын, осы жерде кино жасалсын деп армандады. Міне сол армандаған жері, армандаған шаңырағы қазір жағдайы қыл үстінде тұр. Яғни қазақты ұлт ретінде құртудың бірден бір жолы бар. Ол білім саласын құрту керек деген, екінші мынау заңды керісінше пайдалану керек. Жаңағы аферистер нелер сотталмай, таза адамдар сотталып орын ауысу керек. Үшіншісі, мәдениетін құнсыздандыру керек. Сол кезде сол ұлт құриды мемлекет ретінде. Осының бір саласын көріп тұрмыз. Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясының шаңырағындағы даудың ар жағында жеме-жемге келген кезде осы қазақтарға кино не тегін деген шығар олар. Осы қазақтарға жүрсін сол анау автобазаның ар жақ бер жағында, талғар жақта. Олар сондай ғой. Сондықтан қазақ халқы Мұхтар Әуезов айтқан ғой, ел болам десең бесігің түзе деп. Ал енді біздің кино руханиятындағы бесігіміз, алтын бесігіміз Қазақфильм. Бұдан басқа жер бізге керек емес. Сондықтан барлықтарыңызды осыған үн қосуға шақырамын. Қазақстан мемлекетінің басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа шырағым, енді көз алдында бақырайтып қойып тұрып кәдімгі не істеп жатыр енді мына Қазақфильмді? Сабабы жатыр ғой жан-жақтан. Осыны енді көріп тұрып, бірақ көрмеймін деген Назарбаевта кезінде талай аштық жариялаған акцияларды да көрген жоқ қой. Көрмеймін деген адам білмеймін. Сондықтан осыған шұғыл түрде осы мақсатта бүгін ақыр неде құрылтайда айтыпсыз ғой. Осы айтқаныңыздың бәрі енді құр далаға кеткен сөз болмай, нақты іске көшсін. Қазақфильмнің документін дұрыстау керек. Оған ешқандай семьяның қатысы жоқ. Сотқа беру керек. Кім ұйымдастырды, кім жасады соның бәрін. Сөйтіп, орнына келтіріп, және бұдан кейін қайтып бұл шаңыраққа, киноның қара шаңырағына ешкім түсіп батпайтын документ беру керек қолдарына. Сонда ғана ертең қазақ киносының алтын күндері болу керек қой. Қашанғы Шәкен ағаның түсірген кинолары, Сұлтан Ахмет Қожықовтың түсірген Қыз жібегін айтып жүре береміз. Қаншама жастар жүр. Голливудтан, басқа жақтан бітіріп келген. Осылардың бәрінде осыларға бір әкелік, аналық мейірімі бар Қазақфильм шаңырағы тұру керек. Сонда ғана ертең біздің киноларымыз шығады. Және ол тек фестивальдан ғана емес, халық сүйіп көретін кинолар шығу керек. Қазір Құдайға шүкір, қазақ киносының әуесқой режиссерлардың киносының бәрі тола қазір кинозалдарда. Халық деген кәдімгі бірінен кейін бір көріп отыр. Ал енді Қазақфильм өзі бір жағынан жаралы, бір жағында жаңағыдай жағдай болып отыр. Бір өгей көкеміз әйтеуір едел кетті.
қазақ киносының маңдайынан күн шығуына тілектеспін. Жақсы, кездескенше.